Әлем ғалымдарының зерттеуіне сүйенсек, ең ұзақ өмір сүретін әрі денсаулығы мықты болатын жапондықтар екен. Оның құпиясы денсаулығына жасаған мына әдісте дейді. Жапония халқы таңертең оянғаннан кейін бірден су ішетін көрінеді. Су көптеген ауруларға ем болатынын білеміз. Сөйтіп біз де таңертең су ішеміз. Бірақ бұны бұлжытпай орындайтындар өте аз. Өздеріңізге мәлім, су бас ауруларын, жүрек проблемаларын, бронхит, ас қорытуды және басқа да ауруларды емдейтін сиқырлы күш. Бірақ жапондықтар тек су ішіп қана қоймай, міндетті түрде мына 3 затты қосады екен. Достар, видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бірінші, лимон қосылған су. С дәрумені мен калий элементінің қайнар көзі болып табылатын лимон мыңдаған дертке шипа болады. Нақтырақ айтқанда, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, қан қысымын реттейді, ағзаның қышқылдығын қалпына келтіреді, зат алмасуды жақсартады, асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын дұрыстайды, несепті айдайды, теріні тазартады, әжімнің алдын алады, қара дақты кетіреді, қандағы улы затты шығарады. Екінші, сарымсақ қосылған су. С және В6 дәруменімен марганец, селен, мыс, кальций, калий, фосфор элементіне бай сарымсақ көптеген дертке шипа болады. Әсіресе ағзаны бактерия мен вирустан қорғайды, жүректің жұмысын жақсартады, қан тамырларды тазалайды, қанды сұйылтады, беттегі әжімді бөртпені кетіреді. Ал сарымсақ қосылған су суық тию, тұмау, бронхит, мұрыннан су ағу, тамақ ауруларын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзадағы артық холестеринді шығарады, қан қысымын реттейді, онкологиялық аурулардың алдын алады. Дайындау әдісі. 1-2 тіс сарымсақты қабығынан тазалап, езіп аласыз. Сосын эмаль ыдысқа салып, оған 4-5 тамшы зәйтүн майы мен 1 стақан су құйып, отқа қоясыз. 50 градуста қайнатыңыз. Осыдан соң 2-3 тілік лимонның шырнын қосып, 15-20 минут бетін жауып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған емдік сусынды теңдей етіп 2-ге бөліп ішесіз. Сарымсақ қосылған суды кімдерге ішуге болмайды? Аллергияға, асқазанында жара болса, ас қорыту жолдары бұзылса, сарымсақ қосылған су ішпеңіз. Үшінші, бал қосылған су. Балдың емдік қасиетін айтпаса да бәріміз білеміз. Ал бал қосылған су ішудің өзіндік ережесі бар. Бұл емдік сусынды тамақтанудан 30 минут бұрын ішіңіз. Мейлінше ішетін кезде дайындау керек. Алдын ала дайындап қойып, тоңазытқышқа сақтауға болмайды. Ондай жағдайда құнарын жоғалтады. Бал қосылған суды таңертең аш қарынға немесе түнде ұйықтарға жатар алдында ішуге болады. Өйткені бал ұйқы шақыратын қасиетке ие. 30 грамм балды 1 стақан жылы 36-37 градус Цельсийдегі суға араластырып ем ретінде ішесіз. Сонда қан қысымын реттейді, жүйке жүйесін тыныштандырады, ағза дәрумен мен минералды затқа бай болады, ағзаны қуаттандырып жұмысқа қабілетін ашады, метаболизмді дұрыстайды, асқазан ішек жолдарын жақсартады, ағзаны токсиннен, бос радикалдан тазалайды, суыққа қарсы күреседі, бас ауруын қойдырады. Міне, 1 стақан судың 1000 түрлі дертке шипа болатын керемет қасиетімен таныстық. Ендеше ерінбей ем ретінде қабылдауға асығайық. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз.